Қош келдіңіз, құрметті Келбет клубының алғашқы қонағы. Дәл қазір сізді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, бұл бекерден бекер емес, сіз бізден бұйым алған, біз үшін ерекше клиенттеріміздің бірісіз. Енді бұл үлкен жоба Келбет клуб деп біз үлкен клуб бастап жатырмыз. Бұл клубқа біз іріктеп, осыған дейін 20 мың клиентке қызмет жасаған екенбіз. Сол 20 мың клиенттің ішінен іріктеп, сізді қосып отырмыз. Құрметті ханымдар, енді танитын кісілер бар, танымайтын кісілер бар. Қысқаша өзіміз туралы, өзіміздің компания туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Есімім Айбол, осы Келбет бренд компаниясының негізін қалаушысы боламын. Осылай өздеріңіздің алдарыңызға шығып отырмын. Және осы бір үлкен жобамыз өзімнің қалауыммен, ішкі қалауымызбен болып отыр. Келбет бренд компаниясы енді кез келген компанияның, жалпы кез келген ұйымның негізгі мақсаты табыс табу. Оны біз мойындаймыз. Біз осы жобаға кіргенде қаншама компанияда жұмыс жасап, қаншама жерде білім алып, біз үлкен бір табыс табу мақсатында осындай бір жоба бастаған едік. Енді жұмыс жасай келе, айналыса келе, біз 2023 жылы бір-екі тарихшы кісіге тап болып, ол кісілер бізге сатып жатқан өніміміздің сондай бір құнды тарихи өнім екенін түсіндіріп бергеннен кейін, біздің компаниямыздың миссиясы, біздің компаниямыздың құндылығы, тіпті өзіміздің ойымыз мүлдем өзгеріп кеткен еді. Сол 2023 жылдан бастап біз қазақи нақышта ұлттық құндылығымызға қызмет ететін жастар болуымыз керек. Осындай компания болуымыз керек. Және біз тіпті күміс туралы білмеген жастарымыз, сол кісілердің арқасында күмісті зерттедік. Осы күмістің ата-бабамыз не үшін күміс таққан, күмістің алтыннан қымбат екенін, күмістің барлық ауруға ем екенін, күміс таққан сүннет деген сияқты әртүрлі осы қазақтың, біздің апаларымыздың сондай дана болғанын біз сол кезде білдік. Енді оны мойындау керек. Сөйтіп осы қазақи нақыштағы, осы қазақтың күмісін біз бренд қылуымыз керек. Неге біз күмісті төмендетіп тастадық деп, үлкен бір сондай күшпен, үлкен бір ниетпен Келбет бренд деп атын қойып, біз ары қарай жобамызды бастаған едік. Міне сол уақыттан бері қаншама жыл өтті. Біз 20 мыңнан астам клиентке қызмет жасаған екенбіз. Не үшін қызмет? Себебі біз арнайы тапсырыспен жасаймыз. Әркімнің жүзік размері, білегін, жаңағындай әркімнің ойына байланысты, дизайнына байланысты шеберлердің басын қосып, өзімізде сол шеберханада жүріп қаншама енді бұйымдар жасаған едік. Қазақстан бойынша 2023 жылдан бері қаншама керемет кісілермен таныстық. Енді өзімнің көзім жеткені осы қазақи нақышта, соның ішінде міндетті мына күміс тағатын ханымдар мүлдем басқаша болады екен. Ол күмісті қазақтың ұлттық құндылығы деп санасақ, сонда күміс тағатын кісілердің барлығы 99.9% кіммен сөйлессек те апасынан көрген, әжесінен көрген, өзінің үлкен әжелерінен көрген, әйтеуір қолынан көрген, әжелеріміз айтатын күміс тағыңдар деп, бізде осы күміске кеп жатырмыз деп қаншама ханымдар келеді. Барлығын қарасақ та текті жердің, сондай тәрбиелі, сондай қазақи болмысы, қазақтың тәрбиесін бойына сіңіріп өскен ханымдарымызды көреміз. Және мен ойлаймын, осы 2023 жылдан бері Келбет компаниясының өсіп өркендеуінің себебі де осы кісілердің батасының алғысын алғаннан кейін деп ойлаймын. Енді бізде айта берсек қазір тоқтамаймыз, айта берсек уақыт жетпейді. Қазақстанның жан-жағынан 100 бұйым, 200 бұйым, 300 бұйымға дейін алып тастаған кісілер бар. Біз енді өсуіміздің негізгі себебі сол кісілердің енді батасы тілегінен бөлек ханымдар, біз әртүрлі мына идеяларды былай жасаңдар жастар, қазақтың салт дәстүрі осылай деген сияқты көптеген ұсыныстарды алдық. Және осы кісілердің ақылын тыңдап, біз соны жүзеге асырып,
тек қана дамып жатырмыз деп ойлаймын. Енді ханымдар, қаншама уақыттан кейін ойлана келе, мына біздің де уақытымыз келді. Біздің де уақытымыз, яғни жақсылық жасайтын, осы клиенттерімізге одан ары қарай қызмет ететін, тек қана күміс емес, басқа жағынан да, денсаулық жағынан да, күміс жағынан да, әртүрлі салт дәстүріміз бойынша келбет клубын ашып жатырмыз. Келбет клубы бұл біздің қатарымызға қосылып жатқан өзіміз сияқты текті, ойлаңызшы, Қазақстанның түкпір-түкпірінен өзіңіз сияқты сондай ұқсас, яғни бір мүдделі, бір мақсатты, қазақтың құндылығын көтергісі келетін ханымдарымызды жинап, сіздермен бірге керемет бір клуб жасағымыз келіп жатыр. Енді біздің клубымыздың негізгі мақсаттары бар, клубымыздың негізгі миссиясы бар. Негізгі миссиясы бұл ұлттық құндылық. Яғни біздің ұлттық құндылығымыз қазақтың тәрбиесі, қазақтың салт дәстүрі, қазақтың мәдениеті, тілі, ұстанымдары деген сияқты. Оған біз тек қана күміспен емес, оған біз басқа да мүмкін болашақта басқа өнімдер арқылы қызмет жасай аламыз деп ойлаймыз. Осы ұлттық құндылыққа сіздермен бірге мақсатымыз қызмет ету. Енді ханымдар, қазақтың ұлттық құндылығы деген бұл өте бір үлкен, ауыр түсінік. Сол себепті бұл үлкен миссия деп ойлаймын. Бұл үлкен миссияға қызмет жасайтын, жүрегі қазақ деп соғатын, қазақтың тәрбиесін алған ханымдарымыз, біз ойлаймыз, өте аз, өте аз. Қазақстанның жан-жағынан, Қазақстанның әрбір қаласынан, тіпті бір қаладан бір адам қосылуы мүмкін. Дегенмен, осы ханымдарымызбен біз өте жақын болуымыз керек, осындай үлкен миссияны атқару үшін деп, осындай шешімге келдік. Енді құрметті ханымдар, келбет клубына қосылған біздің қонағымыз, яғни сіз, ұлттық құндылыққа қызмет ететін, осындай күмісті жақсы көретін өзіміз сияқты жан болсаңыз, онда келбет клубында өте көптеген үлкен-үлкен артықшылықтар, сізді керемет жаңалықтар, ұсыныстар күтіп тұр десек болады. Келбет клубының мүшелері басқа клиенттерімізге қарағанда, тіпті кейбір тұрақты клиенттерімізге қарағанда бұйымдарымызды басқа бағада алып отыратын болады. Мейлі ол қанша бұйым алса да, қай жаққа бұйым алса да, ол кісіге жеке, ерекше подход деп айтсақ болады. Одан кейін ханымдар, келбет клуб мүшесі болу арқылы сіз келбет бренд компаниясының өнімдеріне, дизайндарына, жалпы барлығына өзіңіздің ойыңызды айтып, өзіңіздің ұсынысыңызды айтып, әсер ете аласыз. Одан кейін керемет жаңалығымыз, сіз тіпті бұл клубта жүріп табыс таба аласыз. Оны да айта кетейік. Енді келбет компаниясы, келбет бренд компаниясы осы келбет клуб үшін қомақты қаржы, ресурс, арнайы команда, осындай бір үлкен ресурстар бөліп отыр, үлкен назарын бөліп отыр. Келбет клубында тағы да не болатын білгіңіз келсе, онда мен сізді келесі видеоны көруге шақырам. Сол видеода сізге нақты барлығын жоспарлы түрде неден кейін не болады, қандай артықшылығы бар, барлығын түсіндіріп беретін боламыз. Құрметті ханымдар, бұл келбет клубына қосу үшін біз сіздермен жеке сұхбат жүргізіп, қаншама уақыт жағындай сөйлесіп, қосып жатырмыз. Бұған бұл клубқа екінің бірі қосылу мүмкіндігі жоқ. Сол себепті, егер де сіз бұл группадан, бұл клубтан шығып кететін болсаңыз, онда қайта қосылу мүмкіндігі жоқ екенін де айтқым келеді.